Қазақстандықтарды қазан айында қандай ауа райы күтіп тұр? Синоптиктер қазан айында Қазақстанда ауа райы қандай болатынына болжам жасады. Мамандар республиканың бірнеше өңірі жауын-шашында болатынын айтты деп хабарлайды Қазгидромет баспасөз қызметіне сілтеме жасаған Қазнұр.kz. Синоптиктер болжауынша, қазан айының алғашқы 10 күндігін атмосфералық фронттардың жиі өтуімен жаңбыр жауып, найзағай ойнап желдің екпіні күшейеді. 3-4 қазан күндері республиканың шығысында және оңтүстік шығысында қатты жауын-шашын жауады. Түнде таулы аймақтарда жаңбыр жауысы қарға айналуы да мүмкін. Тек кей күндері ғана республика бойында күн жылы әрі ашық болады. Бірінші 10 күндікті ауа температурасы жоғарылайды деп күтілуде. Алғашқы 10 күндікті соңында күндізгі ауа температурасының төмендеуі болжанады. Ал қазан айының екінші 10 күндігінде елдің басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Айдың ортасында бұлтсыз ауа райы және температураның жоғалуы күтіледі. Айдың соңында республиканың барлық аумағында суық ауа райының кезекті толқыны болжанады. Жаңбыр жауысы, қар, тұман, көктайғақ құбылыстары, екпінді жел болжанады. Ауа температурасы төмендейді.